Абай сөзі ұрпақтың бағыт алатын темірқазығына айналуы қажет деп ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, бұл бейнеролигімді Хақым Абайдың 175 жылдық мерейтойына арнаймын. Мен Жамбыл ауданы Антон Макаренко атындағы орта мектебінің 10 сынып білім алушысы Рахманқұл Бақдәулет. Бейнеролик тақырыбы Абай жаққан бір сәуле. Асылы ақындық деген тағдырлы адамды таңдап қонатын бақыттың құсындай әсер береді маған. Қазақтың ұлы ақыны, композитор, философ, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы және оның алғашқы классигі Құнанбайұлы Абай 1845 жылы бұрынғы Қарқаралы ауданына қарасты Шыңғыс тауының баурайы орта жүздің арғын тайпасының тобықты руынан шыққан. Әкесі Өскенбайұлы Құнанбай өз замандағы атақ даңқы алысқа кеткен беделді тұлғалардың бірі болған. Анасы Ұлжан шешендікпен, тапқырлықпен аты шыққан орта жүздің арғын тайпасының Қаракесек руының қызы. Осындай текті ортадан шыққан Құнанбай мен Ұлжаннан туған 4 ұлдың бірі Абай. Жастайынан-ақ ерекше қабілетімен, ақылдылығымен көзге түсті. Абайға алғаш тіл ұстартып, ертегі аңыздардан бастап, қазақтың бай ауыз әдебиетімен таныстырған Зере әжесінің үлесі зор. Балабайға тек әлдеймен ертегі айтып қоймай, елдің салт дәстүрін жетелеп жүріп таныстыру осы Зере әжесінің еншісінде болған екен. Абай өлең шығаруды бала кезден-ақ бастаған. Алайда жасы 40-қа келгеннен кейін ғана көркем әдебиетке шындап, ықылас қойып, көзқарасы қалыптасып, сөз өнерінің халық санасына тигізер ықпалын түсінеді. Шығармалары 3 жүйемен өрбиді. Бірі өзі шығарған төл өлеңдері, екіншісі ғақлия немесе қара сөздері деп аталатын прозасы, үшіншісі өзге тілдерден, әсіресе орысшадан аударған өлеңдері. Шығыстың 2 хикаясы Масғұт пен Ескендір поэмаларын өлеңге айналдыру арқылы ислам діні тараған шығыс елдерінің әдебиетімен жақсы танысу арқылы өзінің шеберлік шалымымен одан әрі шыңдалады. Жалпы Абай халықтың өмір шындығын, көрген білгенінің бәрін шығармаларына түсіріп отырды. Халқының көңіл көзін ашу үшін жастарды білім алуға шақырды. Абай Құнанбайұлы лай суға май бітпес қой өткенге. Лай суға май бітпес қой өткенге, күлеміз қасқыр жалап дәметкенге. Сол қасқырша алақтап түк таппадым көңілдің жайлауынан ел кеткен бе. Берген бе тәңірім саған өзге туыс, қыласың жер жиқанды бір ақуыз. Шарықтап шартараптан көңіл сорлы, таппаған бір тиянақ неткен қуыс. Күні түні ойымда бірақ тәңірі, өзіне құмар қылған оның әмірі. Халиққа мақұлық ақылы жете алмайды, оймен білген нәрсенің бәрі дақыры. Көңілге шек, шүбәлі ой алмаймын, сонда да оны ойламай қоя алмаймын. Ақылдың жетпегені арман емес, құмарсыз құр мүлгуге тоя алмаймын. Абайдың өлең, қара сөздермен қатар музыкалық мұрасы да қазақтың ұлттық өнері тарихында ерекше орын алады. Абайдың әуендік таланты халықтық негізде дамып, ақынның рухани жан дүниесі, әлемге көзқарасы оның лирикалық әндерінде айрықша көрсетілген. Абай әндерінің бізге толық жеткен себебі олардың халықтың жүрегінде сақталуға сапасы сай келетін шығармалар болғандығында. Абайдың атанаға көз қуаныш, желсіз түнде жарғай, айттым сәлем қаламқас, 8 аяқ атты әндері халық санасынан өшпей қазіргі ұрпақтарға жетіп, өз дәрежесінде орындалып жүр. Хақым Абайдың айналасына шоғырланған талантты шәкірттері Көкбай, Тұрағұл, Шәкәрім қазақ әдебиетін жаңа белеске көтеріп, әлемдік әдебиет үлгілерінің қазақ әдебиеті топырағында өсіп өркендеуіне зор септігін тигізді.
Абай зережесінің тәлімімен өскен болса, мен де 96 жастағы әжемнің батасын алып, Абай ақындай тау тұлғалы ақын болмасам да, теңізге тамған тамшыдай аз да болса сөз зергерінің мұрасын жалғау мақсатында аудан, облыс, республикалық деңгейде өтіп жатқан байқауларда ақынның өлеңдерін оқып, қара сөзден өлең жазып жүрген жайым бар. Қазақтың бас ақыны ғұлама ойшыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы қарсаңында өткен республикалық байқауда ақын атамызға өлең арнап, 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталдым. Мұның өзі қаламымды тербеп жүрген мендей жас ақынға зор қуаныш, үлкен мәртебе. 10 сынып білім алушысымын. Абай атамыздың 175 жылдығына орай өткізіліп жатқан эстафетаны мен қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Күсеева Салтанат Жұмабекқызына жолдаймын. Биылғы жылды ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойына арнап отыр. Осы атаулы мерейтойда мен де теңізге тамған тамшыдай өз үлесімді қосып, ақын атамызға Абайды білмек парыз атты жүрегімнен шыққан жыр шумақтарын арнадым. Абайды білмек парыз. Сезімімді сан саққа ала қашқан, бұл өсім таныс маған бала жастан. Адамзаттың санасын селт еткізген Абай үні даналық даладастан. Қайран өлең қасиетіңнен айналдым. Жасысың сен мынау байтақ ғаламның, сол өлеңнің теңізінде тербелген сен емес пе тыныштығы жанымның. Жалындаған от бейнең көз алдымда, қара сөзің сақталады жадымда. Берілдің ғой сен елге жан тәніңмен, өлеңдерің мәңгі менің жанымда. Жырлауға ұлыларды сөз жеткен бе, әйтсе де жыр арнадым өрлеп кеуде. Толқиды жан жүрегім самала жыр, қазақтың ен даласын тербеткенде. Ғасырдан арай көріп таңдар өңі, толысар ақындықтың арна көлі. Ұлы Абайдан ауысқан алдаспан жыр, құдіреттің күйіне жалға мені. Ой жаңарып, санаңа көктем кірді. Ақын тарих кемелден шерткен үлгі. Бүгініңді ұғыну мүмкін емес, әуелі білмей тұрып өткеніңді. Көңіліңді қайғы жеп қамасамын. Кей көтірлік жолында адасамын. Абайды білмек парыз ойлы жастар, бұлыңғыр болмау үшін болашағың. Абай өзінің кіршексіз ақ жүрегін тебіренткен сансыз ойлары, тамаша шығармалары, қара сөздері мен жалынды жырларында маржандай төгілдіреді. Оның әрбір сөзінен соншама жақын лебі сезіледі. Ол леп өткен заманның тынысы болса да, бізге түсінікті, жүрегімізге қонымды. Өйткені Абай лебі, Абай үні, Абайдың тынысы бүгінде теңдік алып, дербес ел атанған басқа елдермен терезесі тең болған кең байтақ Қазақстанның, қазақ халқының тынысы. Қазақтың бас ақыны Абай, бірінші Алланың нұрынан, екінші Алаштың рухынан қуат алып, мәңгілік уақыттың жүрегімен бірге дүрсілдеп, дем беріп, қуат сыйлап, соға береді, жырлана береді.